Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін 3 заттан тұратын өте әдемі салатты жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Бар болғаны 3 заттан өте керемет дәмді салат жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге баклажан керек болады. Баклажанды видеодағыдай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Баклажанды турап болғаннан кейін оған крахмал және тәбетімізге қарай тұз салып жақсылап араластырамыз. Және де жақсылап араластырып болғаннан кейін бізге қажетсіз крахмалды алып тастау үшін електен жақсылап өткізіп аламыз. Және електен өткен баклажандарды пісіру үшін қызып тұрған майға біртіндеп саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алтын түске енгенше қызартырып пісіріп аламыз. Сары түске еніп өте әдемі қытырлақ болып шығады. Міне дауысы өте әдемі болып шығып тұр, қытырлақ болып шықты. Енді қалған заттарымызды бізде қызанағымызды дәл сондай формада 4 бұрышты етіп турап аламыз. Қызанағымызды турап біттік. Енді бізге керекті көкөністі де дәл үлкен қылып 4 бұрышты етіп турап аламыз. Енді барлық туралған заттарымызды үлкен ыдысқа саламыз. Ең алдымен баклажанымызды саламыз, одан кейін қызанағымызды саламыз және көкөнісімізді үстіне қойып шығамыз. Енді ең керегі бізге қаймақ пен соя болады. Өзіңіздің тәбетіңізге қарай қаймақты араластырамыз. Сояны да тәбетіңізге қарап қосамыз. Көптен күткен салатымыз дайын болды. Үй жағдайында жасап, отбасыңызды қуантыңыз. Рецептімді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын!